Қайырлы күн балақайлар. Бүгін енді марафонымыздың екінші сабағын бастаймыз. Мен өткенде айтып өткендей балалар, бір таңбалы сандардың құрамын анықтауымыз керек бүгінгі сабақта. Осы құрамын білмей біз ешқандай есеп шығара алмаймыз. Яғни бір таңбалы сандар дегеніміз бір санынан бастап 9-ға дейінгі сандарды бір таңбалы сандар деп атаймыз. Оны барлығымыз білеміз балалар. Біз бірінші сыныпта балалар осы әрбір санның құрамын, яғни сан қандай құрамнан құралады, осы туралы біз білім алып кеткенбіз. Енді сол білімді қайталаймыз. Яғни 2-3 сыныптың оқушылары осы санның құрамын ұмытып қалғандықтан есеп шығаруда, яғни арифметикалық амалдарды орындауда қиналады балалар. Ең алдымен біз білеміз балалар, екі санның құрамы, яғни 1 мен 1-дің қосындысы. 1 мен 1-ның қосындысынан 2 саны құралады. 3 саны құралу үшін 2 мен 1-дің қосындысы, яғни 2 мен 1-дің қосындысы 3 санын құрайды. 4 санын 3 пен 1-дің қосындысы және 2 мен 2-ның қосындысы. 3 пен 1-дің қосындысы 4 санын құрайды және 2 мен 2-ның қосындысы 4 санын құрайды. Енді 5 санына барамыз. 5 санын 4 пен 1, яғни 4 пен 1-дің қосындысы 5 санын құрайды. 3 пен 2-ның қосындысы 5 санын құрайды. Келесі 6 санына барайық. 6 санын 5 пен 1, яғни 5-ке 1-ді қоссақ 6 саны шығады. 4-ке 2-ні қоссақ 6 саны шығады. 3-ке 3-ті қоссақ 6 саны құралады. Келесі 7-ге өтеміз. 7 санын құрау үшін біз 6 мен 1-дің қосындысын аламыз. Одан кейін 5 пен 2-ның қосындысын аламыз. 4 пен 3-дің қосындысын аламыз. Кейбір есептерді орындаған кезде балалар мына санның құрамы керісінше келуі мүмкін. Келесі 8 санның құралу үшін 7-ге 1-ді қосамыз. Екінші 6-ға 2-ні қосамыз. Үшінші 5-ке 3-ті қосамыз. Және төртінші 4-ке 4-ті қосамыз. Мінекей осы сандар керісінше де келуі мүмкін. Сондықтан есеп шығарған кезде, яғни арифметикалық амалдарды орындаған кезімізде біз санның қай құрамын бірінші қосатынымызды анықтап алуымыз керек. Келесі 9 саны құралу үшін 8 мен 1-дің қосындысын аламыз. 7 мен 2-ның қосындысын аламыз. 6 мен 3-дің қосындысын аламыз. 5 пен 4-дің қосындысын аламыз. Мінекей балалар, осы санның құрамын міндетті түрде қайтадан еске түсіріп, жаттап алуымыз керек балалар. Біз бұл сандардың құрамын білмейінше біз арифметикалық амалдарды орындауда қиналатын боламыз балалар. Арифметикалық амалдарды біз орындаған кезде, міндетті түрде санды санға қосқан кезде, яғни ол санның құрамын білмейтін болсақ, бізге қиындық тудыруы мүмкін. Одан кейін біз балалар санды санға қосқан кезде ешқандай саусақты қоспаймыз. Яғни біздің миымыз өзі қабылдап, өзі қорытып отыруы керек. Яғни санды қосқан кезде біз қолмен санайтын болсақ, немесе саусақтар арқылы, немесе басқа да санағыш құралдары арқылы шығаратын болсақ, онда біздің миымыз сол саусаққа және басқа да заттарға сеніп кетеді. Сондықтан да біз өзіміздің ақыл ойымызбен, миымызбен қабылдау арқылы және сол миымыз өзі қабылдап, өзі қорытып отыруы үшін біз мына сандардың құрамын міндетті түрде жаттап алып, одан кейін барып келесі арифметикалық амалдарды орындауға көшетін боламыз. Ал балалар, енді осы санның құрамын балалар видеоны тоқтатып қойып орындауымыз керек. Яғни санның құрамын анықтап алуымыз керек. Енді балалар, санның құрамын біз біліп алдық. Енді бір таңбалы сандарды бір таңбалы санға қосуды үйренетін боламыз. Мысалы 9 санынан бастайық. 9 қосу 3, 9 қосу 5, 9 қосу 7, 9 қосу 4, 9 қосу 2. Неге осы өрнектің мәнін табатын кезде біз балалар 9 санын міндетті түрде 10-қа айналдырып алуымыз керек. Толық 10-қа айналдырып алуымыз керек. Толық 10 деген сөзіміз 10 саны барлығымыз оны білеміз. Толық 10-қтар 10 санынан 90-ға дейінгі сандарды біз толық 10-қтар деп атаймыз. Яғни 9-ды біз 3-тен, яғни екінші қосылғыштан
бір санын беріп отыру арқылы біз 9 санын 10-қа толтырып отырамыз. Яғни 3-тің біреуін 9-ға берсек 10. Қалған 2-сін сол 10-ға қосып отырамыз. 12. Мына жерде де дәл солай 9-ға 5-тің біреуін береміз. 5-те енді 4 қалады. 14. Мінекей, 7-нің біреуін береміз. 9 қосу 1. 7-де енді 6 қалды. Тең болады 16. Келесі. Бұл жерде де дәл солай 9-ды 10-қа толтырып отыруымыз керек. 9 қосу 1. Қосамыз 3. Тең болады 13. Келесі, мына жерде де дәл солай 9-ға 2-ні қосатын болсақ, 9 қосу 1. Дәл осылай дәптерге орындаймыз, балалар. Бұдан кейін ауызша орындап жіберетін боламыз. 9 бен 1-дің қосындысы 10, 10-ға 1-ді қоссақ 11. Келесі, енді 8 санына қосамыз. 8 қосу 4, 8 қосу 3, 8 қосу 6, 8 қосу 7, 8 қосу 9. Бұл жерде де дәл солай балалар 8 санын, яғни бірінші қосылғышты толық 10-қа жеткізіп алуымыз керек. Оны қалай жеткіземіз? Келесі қосылғыштың бір құрамын беріп отыру арқылы 10-қа толтырып отырамыз. Яғни 8 қосу 4-тің 2-сін береміз 10-ға толу үшін. Қалған 2-сін сол 10-ға қосамыз, сонда 12. Келесі 8 бен 3. 3-тің 2-ін қосамыз. Біреуі қалады, тең болады 11. Келесі 6-ның 2-ін береміз. 8 қосу 2. Қалады 4. Тең 14. Келесі дәл солай 7-ның 2-ін береміз. 8 қосу 2. Қосылған 5. Тең болады 15. Мына жерде де 9-ның 2-ін береміз. Қосамыз 7-ні. Тең болады 17. Балалар, осы берілген тапсырмаларда біз міндетті түрде осылай жазбаша орындап, өзімізді біз қалыптастырып алуымыз керек. Яғни біз қалыптасып, жазбаша орындап үйренгеннен кейін барып, біздің миымызға осы сандар жатталып қалады. Содан кейін барып, сандарды санға қосуда, құрамы арқылы қосу біздің миымызда сақталып, әрі қарай есеп шығару бізге оңайға түсетін болады. Келесі 7 санын қосуда да дәл солай орындаймыз. Сандарды қосқан кезде, яғни балалар, бұл жерде 7-ге келесі қосылғыштың 3-еуін беріп отырамыз. Яғни толық 10-қа толтыру үшін 3 санын беріп отырамыз. 7 қосу 3. Енді 5-тің 3-ін берсек, 5-те 2 қалады. Қосу 2. Тең болады 12. Міне дәл солай. Мына жерде 11. Мына жерде 13. Мына жерде 15. Мына жерде 16. Дәл осылай орындаймыз. Енді 6-ға. 6-ға көшкенде де дәл солай. 6 санына сандарды қосқан кезде міндетті түрде 6 санын 10-қа толтырып алуымыз керек. 10-қа толтыру үшін, яғни келесі қосылғыштың 4-еуін беріп отырамыз. Яғни 5-тің 4-еуін берсек 10, 10-ға 5-те қалған 1-ді қосамыз, сонда 11. Мінекей балалар, осылай ауызша қосуда да сандардың құрамын білген жағдайда бізге ауызша қосу өте оңайға түседі балалар. Мына жерде 14. Мына жерде 15. Мына жерде 13. Келесі 5 санына қосқан кезде келесі қосылғыштың 5-еуін қосып отырамыз. Толық 10-қа толу үшін, яғни 7-нің 5-еуін қосып отырамыз. 5-ке 5-ті қосса 10, қалады 2. 12. 5-ке 8-дің 5-ін қосамыз, 10, қалады 3. 13. 5-ке 9-ның 5-ін қосамыз, қалады 4. 14. 5-ке 6-ның 5-еуін қосамыз, 10 болады, қалған 1-еуін сол 10-ға қосамыз. 11. Келесі 5-ке 5-ті қоссақ 10. Мінекей балалар, осылай жазбаша орындап алып, одан кейін ауызша орындауға көшетін боламыз.